бастармыз да. Скажите тогда пошутить по времени Уральска. Обязательно. Бастадық па, қане. Ассалаумалейкум рахматулла. Қазақ елі, армысыздар. Енді біздер бүгін сағат 4-те деп, онымен оралдың уақытымен 4-мен бастап кетіп жатырық. Енді біздерге бүгін жалпы халықты бір жинап, бір хабарларымыз бар, айтатын бір жаңағындай новостьтарымыз бар дегендей. Соны бір сіздермен бөлісіп айта кетейік деп отырық. Қазір енді в основном біздер комментарияны кішкене енді болсын комментария оқып, пока адам жиналғанша кейбір сұрақтарға да параллельно жауап беріп отыра берейік. Бірақ енді основной біздерде не істейін деп жатыр, қалай болып жатыр, соны не істейміз, айтамыз қазір. Очерк жайында айтамыз, қалай болатынын, соның барлығын сіздерге осы жерге бөлісу үшін жинап отырық. Жайлап жиналай берейік, буквально 5 минуттайды, сосын бастармыз. Немесе так, можно на русском дейді, орысшада міндетті түрде соңында айтып кетерміз. Сөйтейікші, сосын артында көрсетерміз орысша соңғысында дегенде. Обязательно орысшада айтармыз. Так, енді мына жерде қазір біздерде очередь онлайн сұрап жатыр, қашан болады. Сіздер білесіздер, әрбір қалада біздерде деген өзіміздің үлескерлеріміздің неде де көрсетіп жүрдік, стористарда да көрсетіп жүрдік, өздеріміздің үлескерлеріміз жиналып, комиссия құрып, очередьпен танысуда, яғни танысқанда қалай. Мысалға біздерде очередь тұр. Кейбір қалаларда адамдар келіп түсінбей айтып жатады, мына очередьті кім қойған, кім тексерген, қалай тексерген деп. Соны біздер деген қазір не істедік? Әрбір қаладан адамдарды жинадық та, комиссия қалдырып, соларға очередьті көрсеттік. Сосын солар очередьті қандай нәрсемен, қалай, жаңа критерийсі дейді ғой. Соның барлығы қалай болған, соның бәрін қарап шықты. Енді біздер осы октябрьге үлгереміз бе деп сайтқа салуға бір аз-маз уақыт керек. Айтишниктер жаңағындай физически үлгере алмай жатыр. Өйткені объем жұмыс үлкен, адамдар үлгермей жатыр сондықтан. Оған қарсы тағы да бір-екі изменениялер осы Алматы облысындағы очередьке байланысты тағы да бір-екі сұрақтар болып біздерде әлі салған жоқпыз. Так, тағы да не болды біздерде? Очередь мәселесі болды, квитанция мәселесі болды. Квитанцияны сіздерде негізінде личный кабинеттен қарасаңыздар, личный кабинетте болса, ол квитанция жарайды. Бірақ сіздің қолыңызда квитанция бар, бірақ оны личный кабинетке жүктемесеңіздер, ол квитанция бізге маңызды, қажет, керек сол квитанция. Өйткені банкке апарып төлеген адамдардың да біздерде аты жөндері, иіндері жоқ. Сондықтан олардың да ертең салыстырғанда ақшалары шығу керек. Өйткені бір тиын да даладан келіп жатырған жоқ. Әр тиын ол әр біздің үлескерлеріміздің жаңағындай ақшасы болғаннан кейін әр нәрсенің өзінің квитанциясы, орны болу керек, маңызды. Так, рас, адамдар жаңағындай ақшаларымызды алмай жүрміз деуі, олда да бар. Өйткені біздер кооператив болғаннан кейін өзіміздің квартира, машина берген ақшадан қайтып жатырған ақшаны біздер шығам деген адамдарға беріп жатырық. Кейбір айларда, кейбір жерлерде біздерде адамдар көп шыққаннан кейін уақытылы жаңағындай ақшаны беріп, жинап үлгере алмай жатырық. Сондықтан міндетті түрде жаңағындай задержка болып жатыр. Бірақ айтып кетейін, кооперативтен бүгінгі күнге дейін 15 мың адам шықты. Сол 15 мың адамның ақшасын қайтарып бердік. Жылдың соңына дейін біздерде кооперативтен шығамыз деген тағы да 1000-нан астам, 1500-ге жуық адам бар. Соларға да беріп құтылуға жаңағындай әрекеттеніп жатыр. Онысы рас, бірақ қайтып жатыр.
үйде де алынып жатыр, күн сайын көріп отырсыздар. Өздеріңіз осы не деп отырсаңыздар, Instagram парақшасында отырсаңыздар, күн сайын үй беріп жатырғанын көріп отырсыздар. Және де шығып бара жатырған адамдарға ақшаларын қайтарып беріп жатыр. Тағы да не бар? Так, мына жерде 90 күннен астам уақыт күту керек болады, өйткені үлгере алмай жатыр. Тағы да не бар? Біздерде 30% мәселесі бар, білесіздер. 30%-ға өткен адамдардың қазір очередін, сол очередті күтіп отыр. Енді қараңыздар, 30%-ға байланысты, очередке байланысты біздер оның барлығын, бұл кооператив болғаннан кейін сіздер дұрыс түсініңіздер. Үйді тек рой істейтіндер алып жатыр. Ройда официально 80 адам жұмыс істейді. Кооперативтен үйді алған 1800 адам. Қайсысы ройдан алып жатыр? Яғни бұл нәрсе сондай нәрсе. Яғни кооперативте 80 адам жұмыс істейді. Кооперативтен 1800 адам үй алды. Яғни кооперативте істейтін адамдар үй алатын болса, баяғыда алып кетті де олар, 80 адам өткені. Қалған 1720 адам, ол біздің үлескерлеріміз. Сондықтан мына жерде мына бір не бар, адам бар. Бұл адамның осылайынан естіп қойын. Мен сразу естейінші. Өтірік, сосын деген жаңағындай тағы да бір нәрсе, балағат сөздер айтып отырған адамдардың нелерін мен бірден естіп жігіттер, мен телефонды қозғалар. Соларды бірден эфирден удалять етсайыншы, өткені айналайында сенбесеңіз деп отырмай-ақ қойыңдар бұл жерде деп қанша айтып жатыр. Біздер кооперативке кімді жинап жатыр? Қазір бұл жерде сенетін, жаңағыдай үй алайын деп отырған адамдарды ғана бұл жерге қазір 1 минут біздерде технический ахуал болып жатыр. Адамдарды ғана бұл жерде жинап біріктіріп отырық. Яғни бұл бірлік, бұл асар, бұл ешқандай бір менің немесе сіздің бір жаңағындай неңіз емес ойлаған көтеріліп кетті ғой кішкене. Біздерден төмен түсіресің бе? Түспейді ғой. Жоқ, просто телефон төмен бұрып жүр. Менде мына жерде неше түрлі нелерім бар, көмекшілерім бар. Сол. Шығам деген адамдар ақшаларын алып жатыр. Түсінікті, что барлығы келіп бір есіктен топырлап шығамыз дегенде адамдар шыға алмай қалады. Ол түсінікті. Не істесем болады? Жарайды, блокировать етіп тастайыншы. Не істеп жаңағындай кейбір адамдармен ойладым, қазір андай эфирге шығарып сөйлесейін деп едім. Онымен жоқ, оларға уақыт кетіргенше оданша блокировать етіп тастап жұмысымызбен айналыса берейік. Жақсы. Ары қаратай кетейік. Бүгінгі күнде біздерде жаңағындай өзгерістер бар кооперативте. Қандай өзгерістер? Бүгінгі таңда кооперативте аудит жүріп жатыр. Ол аудитті жүргізіп жатырған департамент экономического исследования және де АФН, агентство финансового мониторинга. Ол нәрсе біздерде уже бүгінгі күні қазір айтам шамамен бірнеше ай өтті, бірақ әлі болып жатыр. Енді қаншалықты біздер эфирге оның құжаттарын шығаруға құқылы емес білмеймін, бірақ сіздерге бір шет жағасын көрсетіп жіберейін деген ойым бар еді.
осындайда таппай қаламын ғой. Жарайды. В общем, біздерде кооперативте аудит жүріп жатыр. Аудиттің жүріп жатырғанына 2 ай өтті. Сол 2 ай өткенде біздің байқағанымыз мемлекет үшін, құқық қорғау органдары үшін, банктер үшін, ДР үшін, прокуратура үшін, КНБ үшін оларға мынандай вступительный взнос, резервный взнос, членский взнос деген нәрсе жоқ екен. Түсінесіз бе? Тағы да қайталап өтейін. Ешбір құзырлы органға кооперативтің ішіндегі взностарды бөліп отырып қой біздер, бірақ ол үшін ондай бір понятие, ұғым, что мынау вступительный, мынау пай, мынау мынандай нәрсеге кеткен деген нәрсе жоқ екен. Сол себептен біздер осы октябрь айынан бастап не істедік? Вступительный взнос деген нәрсені кооперативтен ұғымды алып тастадық. Яғни енді кооперативке кірген адамдар кооперативке вступительный взнос төлемейді, тек қана жаңа паевой взноспен кіріп ары жалғастыра береді. Бірақ кооператив қандай ақшаға өмір сүреді? Ол нәрсе үй алайын деп жатырғанда сіздерге мысалға қанша суммаға алдыңыз маңызды болады, және де қанша жыл қайтарасыздар, сол маңызды. Сол нәрселерді финансисттер санап, сіздерге кооперативтің осы сізге үй алып берген еңбегі қаншалық екен оценивать етілді, соған байланысты ақшасын төлейді. Яғни кооперативтен үй алмай еш кооперативке ақша төленбейді. Үй алғаннан кейін кооперативтің жаңағындай қаншалықты бұның жұмысын атқарып істеп жатырған, айтқанда расход, кооперативтің расходтарын, шығыстарын бөліп, әр айға қанша бөлінеді, мысалы 5 мыңнан ба, 10 мыңнан ба, соны мысалы айға бөліп, бірден есептеп, үй алайын деп жатқанда соны өту керек болады. Айтқанда, білмеймін, комиссионный дейсіз ба, жоқ жаңағындай кооперативтің дамуына дейсіз бе, енді ол қалай болса солай естілсін, қалай болса солай термин болсын, бірақ ол кооперативтің дамуына керек ақшалар. Бұны біздер енді әбден үйді алар кезінде біздер оны қойып, жаңағындай комиссия ретінде алатын боламыз. Тағы да айтып өтейін, кооперативте бұдан соң вступительный взнос болмайды, тек қана үй алайын деп жатырғанда жаңағындай кооперативтің шығындарын өтеу керек болады. Осылай түсіндірейін, вступительный взнос болмайды, бірақ үй алғанда ғана кооперативтердің шығындарын өткізу керек болады. Біздер мына жерде біреу жазып жатыр, членский взнос дегендей, членский взносты да істемейміз, тек қана жаңағындай мына шығын. Сен кооперативтен үй алдың, және де осындай суммаға алдың, осындай, мысалға 7 жыл отыратын болсан, онда шығын көп болады, көп төлейсің. 5 жыл отыратын болсан, қайтарып беретін болсан, шығының азырақ болады, аз төлейсің дегендей, тек қана шығынның ғана суммасын алатын боламыз. Вступительный төлегендерді вступительныйларын пай етіп есептейміз. Яғни ол қалай? Сіздер мысалға деген 200 мың теңге вступительный төледіңіздер, 800 мың теңге пай төлеп қойдыңыздар. Сіздерде общий ақшаны санаған кезде барлығы 1 миллион теңге. Яғни вступительныйды минус жол есебінде санаймыз да, сіздің пайыңыз 1 миллион теңге деп алған үйдің суммасынан алып тастаймыз. Солай. Қалай түсінікті, енді бұл нәрсе түсінікті деп ойлаймын. Яғни сіздің вступительный взнос бұдан әрі пай болып есептеледі. Әрине, енді бұл жерде біреу айтып жатыр, халық болып, кооперативтің мақсаты бұл жерде бірлесу, асарлату, бір-бірімізге асарлап алып беру. Егер де жаңағындай біздер бұл жерден енді ала сақтасын мысалға деген алдайтын болсақ, немесе
осы кезге дейін алдап келетін болсақ, біздерде 4 рет іс қозғалып, іс өтті, қазір 5-ші рет қозғалып, аудит болып жатыр. Аудит өз мәресіне де жетіп қалды. Осы иншалла алдағы айда аяқталып жатса, онда да нәтижесін көрерміз. Ал егерде аудит уже қорғалды, негізінде аудиторлық компаниялармен, егерде біздерде бір кемшілік болатын болса, немесе ақша жетпей қалатын болса, немесе выводтар болатын болса, немесе аффилированность болатын болса, осы кезге дейін біздерді қуана жабатын еді. Өйткені білесіздер, қазір мемлекетте финансовый пирамидаларға қарсы қатты жұмыстар істеліп жатыр. Оғанда да біздер куәміз, және де қуаныштымыз. Өйткені ол нәрсе керек. Қанша мысалы қазақтың ақшасын, халықтың ақшасын осы финансовый пирамидалар алып жымқырып кетіп жатыр. И оның үстіне біздер енді осының ішінде осындай қаржыға қатысымыз болғаннан кейін қазіргі таңда көбінесе көріп жатырық, қаржылай пирамидалар әлі бар. Күн сайын өздерінің рекламаларын жіберуде, бірақ оған қарсы енді адам сауатты, өзінің ғана сауаттылығы керек, өзінің ғана жаңағындай ответственность дейді ғой, енді жауапкершілігі керек. Бұған да байланысты енді біздер иншалла болашақта айтып кететін жеріміз бар. Оған да байланысты бір сабақтар ма, сабақ емес енді, былай енді өзімізше өзіміздің опытымызбен бөлісуге иншалла жаңағындай не қойып отырық, мақсат қойып отырық, онда да көресіздер. Енді Алла сақтасын, оның барлығы жаңағындай платно төлеңіздер, біздер сіздерге үйретеміз ақша қалай жинауға, успехті қалай көрсету, деген сияқты бір нәрселер болмайды. Оның барлығы осылай прямой эфирде тікелей қалай болады, не істеуге болады, біріктіру арқылы қалай тезірек мақсатқа жетуге болады, жаңғыздың шаны көрінбейді дегендей, соның барлығын талқылайтын боламыз. Ал бүгінгі таңда енді біздерде қазір тағы да айтатын нәрсе, вступительный взноста айтып кеттік, что ол енді паевой взнос болып есептеледі. Адамдар өтеген вступительный взностарын паевой есебінде есептейміз, ал болашақта адамдар паевой взнос, вступительный взнос төлемей ақта кіре береді. Сосын тағы да бір үлкен мәселе, ол 4 регионға бөліндік деген мәселе. Ол қалай? Оның алды 2 ай біздер былай айтқанда экспериментально жүргізіп отырдық. Қай өлке, былай айтқанда қай облыс қанша ақша жинайды. Сондықтан 4 регионға бөлдік. Жаңа бір жерде біреу айтып кетті, мысалға Шығыс Қазақстанда, оңтүстік Қазақстанда мысалға 200 адам бар деп. Неге олай бөлдік? Өйткені расында мысалға деген біздерде Қазақстан бойынша 30%-ді жинаған 1300-ден астам адам болатын болса, бұның нәрсені біздер 4 регионға бөлдік. Сонда шамамен 200 мен 300-дің арасында 4 регионда адамдар бөлінді. Бұл неге болды? Өйткені бір региондардың өзін қарайтын болсақ, негізінде каждый регион күніне 1-2 квартира алып отыратын өздерінің былай айтқанда ресурстары бар. Сол үшін. Ал біздер қазір деген оны шашып тастағаннан кейін бүкіл Қазақстанға біздер күніне 1 квартира алып отырық та. Күніне 1 квартира алып отырық. Бірақ қазір біздер енді әр регионнан күніне 1 енді адамдар одан сайын көріп, қуанып жаңағындай дамытқан сайын көбейте береміз деген иншалла сондай бір біздерде өзіміздің шешімдеріміз бар. Соның барлығын көріп сіздерге көрсетіп отыру бұл жерде. 4 регионға бөлінген нәтижесін осы соңғы 2 айда көріп отырдық. Және де соңғы 2 айда өздеріміздің үлескерлерімізге сол региондардағы очередті қадағаламыз деп бердік. Және де сіздер любой адам, осы эфирді қазір естіген, көрген адам, любой адам офиске барып, так сіздерде комиссия бар екен, мен сол комиссияға тіркелейінші, мен уақытым болғанда менде де келіп қарайыншы кооперативтің ішінде не болып жатырған, маған да көрсетіңізші деген адамдардың любойына есігі ашық, келіңіздер, көріңіздер иншалла. Мына жерде енді біреу жазып жатыр, сотқа шағымдалған қаншалықты дұрыс деп. Енді сотқа шағымдану бұл жерде соттың ешбір кооперативтің алдында күші жүрмейді. Қандай мәселеге жүрмейді? Сот біздерге мынаған үйді алып бер деп айта алмайды. Өйткені ол соттың ақшасы емес. Отырған судьяның ақшасы емес, немесе мемлекеттің ақшасы емес. Ол каждый сіздің үлесіңіз.
Әрқайсының 50 мың теңгеңізге бір адамға үй алып береміз. Сондықтан сіз ғана бұл жерде шешім істей аласыздар. Мысалға, осылай болатын болса, бір адам кооперативке шағым жазып айтса, мен осындай адаммын, менің жағдайым жоқ, маған үй алып беріңізші десе, біздер оны сізге кворум етіп, голосование арқылы мына адамға вне очередь үй алып бере аламыз ба десек, сіз бүкіл адам 100% үй алып берейік десеңіз, онда оған без очереди үй алып бере аламыз. Бірақ бір адам вне очереди сотқа шағым жазып, мына сот мынаған міндеттеш, мына кооператив маған үй алып берсінші десе, сот оған дым-да алып бере алмайды. Өйткені ол біздерде уже болды, практикада бар. Адамдар сотқа шағым берді, бірақ сот оларға үйлерін алып бермеді. Өйткені сот та түсінеді, что бұл жерде жаңағындай сот ештеңке бітірмейді. Тек қана халықтың жаңағындай өз ақшасы өз очередімен өзіне ғана тиесілі. Сол мәселе. Так, тағы не бар? 4 регионға бөліндік деп айттық. Мына жерде міне 4 регионға дегенде былайынан істеуге болады. Қараңыздар. Міне, мына 4 регионға біздер принципе бөліндік. Яғни оңтүстік Қазақстанда Қызылорда, Тараз, Шымкент, Сарыағаш, Түркістан деген қалалар, Алматы облысы, Алматы және Алматы облысы, солтүстік Қазақстанда Астана, Қостанай, Петропавл, Павлодар, Қарағанды, Өскемен, Семей деген қалалар қосылды. Ал батыс Қазақстанда ол жақта Орал, Атырау, Ақтөбе, Ақтау деген қалалар қосылды. Өйстіп біздер 4 жаңағындай өлкеге бөліндік. Енді мына жерде мына алып тасташы, кішкене енді нем жоқ. Енді 9 айдан бері осы күнге дейін біздердің алып берген жалпы авто болсын, үй болсын, автокөлік пен машина алып бергеніміз біздер 3,4 миллиард теңгеге үй алынды. Яғни 228 договор, яғни 13-те объединенный договорлар бар. Соның барлығымен жаңағындай біздер 228 адамға үй мен автокөліктер алып бердік. Егерде айма-ай өтетін болса, мында қазір бір секундпен кіріп қарап шайын. Айма-ай өтетін болса, ондашы деген біздер мынау сумма займа. Общий сумма займа біздерде 3,4 миллиард болды. 3,4 миллиард. Так, список выданных дейді. Біздерде мұнда январь айы, енді қаңтар айында біздер мысалы 18 займ бердік. Өткені білесіздер қаңтар айында не болғанын. Соның ішінде квартира 11 штук, автокөлік 7 машина деп. Арқай февраль айында 31 займ, 14 квартира, 16 машина. Март айында 19 займ, 12 квартира, 7 машина. Апрель айында 27 займ, 16 үй, 11 автокөлік. Май айында 21 займ, 10 пәтер, 11 көлік. Июнь айында 29 займ, 19 үй, 10 автокөлік. Июль айында 25, 19 үй, 16 үй, 9 автокөлік. Август айында біздерде 15 үй, 13 автокөлік. Және осы қыркүйек айында, сентябрьде 21 пәтер, 9 автокөлік бердік. Осының барлығын санағанда 228 общий займ, яғни бұл айтқанда выдача бердік. Оның барлығын сіздер күн сайын осы парақшадан көріп отырсыздар. Өкінішке орай кейбір займдарды көрсете алмай отырған болармыз. Өйткені білмеймін, енді адамның біздерде бір сана сезім қызық қой. Кейбір адамдар айтады, мен үй алам, кооперативтен үй алуға айтуға дейді. Яғни сондай да адамдар бар. Өкінішке орай сол адамдар біздерде енді білмеймін, неге үй алатынын, что ол барып пайызға басын соқпай, пайызсыз үйін таза ақшамен, яғни былай айтқанда, мысалы
18 миллионға үй алатын болса, оның мысалға 5 миллионы өзіңкі, 13 миллион кооператив берді, ай сайын рассрочкамен бөліп төлеуге үстіне бір көк тиын қоймауға ұялам дейді. Яғни бұндай да адамдар бар. Бірақ бар банктен алып үстіне 2 есе 3 есе беріп, былай айтқанда лақабат етіп отырғанға ұялмайды да адамдар. Қызық, сондай бір сана сезіміміз бар. Енді бірақ қысқасы біздерде екі үлкен не болды, жаңалық болды. Ол кооперативте бұдан соң вступительный взнос деген ұғым болмайды, тек қана паевой взнос. Екінші, біздер 4 регионға бөліндік. Батыс Қазақстан, солтүстік Қазақстан, оңтүстік Қазақстан және де Алматы облысы деп. Солай, енді қазір мына жерде осы айтқан нәрсемді мен қысқа орысша айтып кетейін. Орысшасы, өйткені енді көп білмеймін, енді біздерде андай қазақпыз деп сан соғып отырамыз ғой, неге қазақша сөйлемейсің деп. Бірақ көп адамдар қазақшаны түсінбей қалады екен де, сосын орысша іздеп отырады екен. Енді ол өзіміздің жаңағындай проблемамыз, өзіміздің позорымыз. Бірақ қанша жақта позор болса да, енді орысша айтып кетейік. С октября месяца в кооперативе РОЙ отменяется понятие вступительного взноса и вводится единое понятие, как паевой взнос. Из чего все это вытекло? Вытекло из того, что у нас в течение 2 месяцев сотрудники ДЭР и агентства по финансовому контролю и мониторинга проводят аудит. То есть еще раз завели уголовное дело и оповестили о аудит. Мы проходим сейчас аудит, и в прошлом месяце была защита аудита. То есть защита — это вот аудиторская компания перед заказчиками аудита, например, да, защищается по каким-то там параметрам. И, соответственно, здесь нам дали четкие ответы в том понимании, когда мы говорили, что у нас есть разные счета, это резервный счет, вступительный счет, паевый счет и так далее, нам сказали, что по закону у нас нет понятия разделения денежных средств ваших пайщиков. То есть с сегодняшнего дня мы не разделяем пайщикам, что это у вас вступительное, это паевое. Нет, есть только ваш денежный эквивалент, название, его название пай. То есть вот ваш пай, ваш пирог, он никак не делится. Он не делится на вступительный, на резервный. Он считается единым паем. Поэтому до сегодняшнего дня те люди, которые платили вступительные взносы, мы их не вступительные перечисляем в разряд паевых. Понятно? А те люди, которые в будущем будут вступать, у них не будет понимания паевого взноса. На что будет существовать кооператив? Кооператив будет существовать на комиссии, то есть мы вынуждены сделать комиссионные для того, чтобы покрыть расходы кооператива. Например, теперь при выдаче квартиры пайщик перед получением квартиры от кооператива должен будет внести комиссионные, то есть расчет. Если он берет, например, 9 миллионов на 7 лет, мы просчитываем ежемесячно расход этого члена кооператива на содержание кооператива, каждого члена кооператива. И тем самым распределяем между всеми пайщиками. И так выходит ежемесячный пай, ежемесячный расход на каждого пайщика. И при получении квартиры пайщик должен будет единоразово внести комиссионные. Это рассчитывается так. Если вы сидите 7 лет, от суммы мы ежемесячно зачисляем, сколько будет расход. Если вы сидите 5 лет, мы зачисляем на 5 лет. То есть, тем меньше человек платит за квартиру, тем меньше у него будет комиссионные. Болды? Қысқасы, осындай нәрсе. И вторая новость, это мы поделили на 4 региона
по выдаче займов. То есть теперь будет 4 очереди и 4 региона: западный, северный, южный и Алматинская область. Почему это так сделано? Потому что по всему Казахстану мы каждый день покупаем по, скажем, одному займу на весь Казахстан. На сегодняшний день мы хотим покупать на каждый регион по одному займу. И, естественно, в каждом регионе люди будут это видеть. Например, в Западном Казахстане теперь Уральск, Актюбинск, Атырау и Актау будут копить только между собой. Только, так сказать, продвигать свои очереди. Не будет на весь Казахстан. И также в Алматинской области. И так далее. То есть вы уже понимаете, да, что вы сидите, например, в Северном Казахстане и понимаете, что вот в Северном Казахстане четверть всего пайщиков, четверть всех пайщиков кооператива только в Северном Казахстане, друг друга зная, друг друга видя, друг другу помогают и так далее. Ну, вкратце, вот если в дальнейшем, я думаю, что у нас будут отдельные эфиры, мы отдельно остановимся по регионам, то есть каждый регион, сколько людей, сколько они собирают, сколько они могут собирать и так далее. И по аудиту обязательно. То есть аудит у нас это, так сказать, самая большая такая тема. Почему? Потому что это интересно и нам, и правоохранительным органам. Почему? Потому что сейчас идет борьба с финансовыми пирамидами, мы это видим, видим, что они среди нас есть, эти финансовые пирамиды, и они реально обманывают людей. И чтобы понимать разницу между финансовыми пирамидами и реально работающими компаниями, нам нужно понимать, как проходит аудит, как он и каким образом мы здесь можем, так сказать, доказать нашим пайщикам и не только, да, что мы реально уже в течение 4 лет со всеми силами пайщиков и не пайщиков, да, проходим все эти наши трудности. Так, у меня тут говорят цифры на русском. На сегодняшний день в течение 9 месяцев мы выдали порядком 228 займов на общую сумму 3 миллиарда 400 миллионов тенге. Из них большая часть это квартиры и автомобили. Сейчас не буду на этом останавливаться. В общем, получается, ежемесячно, практически каждый день мы выдаем займы. Если рабочий день ежемесячный это 25 дней, 24 дня, то эти 25-24 займов мы ежедневно выдаем. Просто следите, пожалуйста, смотрите, подписывайтесь на этот канал, и здесь вы будете видеть каждый день займы, выдачи, то есть, да. Это не от меня зависит, то есть вообще само слово объединение, само слово то, что кооперация, это зависит от нас каждого, не только от меня. Да, я отвечаю за ваши деньги. Давайте вот определимся, да, чем занимаюсь я. Я должен отвечать за каждый ваш копеек. Куда он девается, как девается и на что все это тратится. И я думаю, что мы потихоньку будем вот, выходить в эфиры и давать отчеты по каждым месяцам, сколько накопилось, сколько взялось в каждом регионе, то есть сколько было выдач в каждом регионе и так далее. Вот, на сегодня я думаю, что эфир будем уже останавливать. Будем, да. И итог, да? В итоге что у нас было? В итоге у нас два основных новостей было, извините меня, как его? Сбивает с мысли эти комментарии.
очень интересно, есть комментарии, что өтірік, анау мынау деп жаңағындай, да, лохотрон деп. Айналайын, лохотрон это когда у вас берут деньги за квартиру 50%, потом дают вам 100% денег, и из них 50%, несмотря что это ваши деньги, на него же накладывают сверху проценты и с вас доят в 3-кратном размере. Вот это лохотрон. А то, что мы делаем здесь сидящими сейчас людьми, пайщиками нашего кооператива, объединившись в течение 4 лет, всеми правдами и неправдами боремся со всей этой системой, и несмотря на это, каждый день выдаем займ, и те, которые выходят, им возвращаем их же деньги. Айналайн, вы только попробуйте это сами сделать, а потом уже будете говорить, хорошо? Поэтому қызық осындай нелерге жаңағындай қызық жоқ, мен оған ренжіп те жатырған жоқпын, көзімді аударуға жаңағындай әдейі істеп жатырмын, чтобы кішкене адам ойлансын да, қай жерде бұл жерде жаңағындай алдау, қай жерде алдау емес. Яғни мен айтып жатырмын, любой пайщик, любой офиске келіп, комиссияның ішіне кіріп, кооперативтің ішінде не болып жатыр, қаншама очередь тұр, очередь қалай жүріп жатыр, не істеуге болады, не істеуге болмайды, соны ашып істей алады. Және де любой эфирге шығып айта алады, мен міне кооперативте отырмын офисында, міне маған осындай құжаттарды берді, қарап отырмын, осы жерде осындай гаптар бар екен деп айта алады, немесе керісінше жақсы жағынан айта алады. Иә, барымыз, отырып, жұмысын істеп жатырық. Оның барлығы көрсетіп, осы жерде алдызда постоянно эфирге шығарып отырық. Сондықтан сенетіндері енді кооперативте отырмыз, жұмысымызды жалғастырып отырып, сондықтан Алла разы болсын, барлығыңыздан отырып. Қорытындысы біздер бүгінгі күнде екі основной не болды? Жаңалық болды. Мен ойлаймын, екеуде де маңызды. Әрбір біздің үлескерлерімізге ол вступительный взнос деген ұғымды алып тастадық. Енді пәтер алайын деп жатырғанда ғана комиссияны төлейтін болады. Оны да есептейміз, барлығына бірдей емес. Сумма займыдан зависит, қанша алды, және де қанша қайтарады, қанша уақыт қайтарады, соған зависит. Екінші, 4 регионға бөліндік, 4 жаққа бөліндік. Яғни Батыс Қазақстан өзіне жинайды, өткені жаңағыдай мен мысалы Ақтауға барсам, ақтаулықтар айтады, біз мықтымыз, біз қазір бөлінсек өз-өзімізге жинаймыз да результат көрсетіп тастаймыз дейді. Астанаға барсам, астаналықтар айтады, біз мықтымыз, біз жұмыс бәрі біздерде, біз қазір бөлінсек жаңағындай өзімізге өзіміз жинайтын болсақ, көретін болсақ, кімге алып беріп жатырық, онда біздер мықты боламыз деп әр өлке өз жағына тартты, ұсынды, және де біздер осыны істедік, енді алып көреміз. Келесі айдың соңында мен осы октябрь айында осы 4 өлке қандай результат көрсетті, соны айтатын болам иншалла, және де күн сайында оны айту, апта сайында айтып отыруға болады. Сол сияқты солай. Және де 30 қалай біздерде мұнда мен кейбір нәрселерді ұмытып бара тұрған болармын. 30%-ға қайтып ауысамыз деп жатыр ма? 30%-ға ауысатын ақпарат керек болатын болса, жаңағындай любой офиске келсеңіздер, немесе өзіңіздің өкіліңізге өтініш жазыңдар. Үстік қазір және де сіздер басқа да үлескерлерге айтасыздар ғой, жеткізесіздер ғой. Өтініш әрбір представитель бар ғой, қалаңыздағы адамдар. Соларға WhatsApp-қа письменный виде өзіңіз сұрақтарыңызды жазыңызшы, және де одан письменный виде жауапты жаңағындай талап етіңізші. Неге? Соның бәрін сохранить етіңіз. Өйткені біздер мына кейбір қалада отырған өкілдердің жұмыстарын контрольға алу үшін, яғни былай айтқанда обратный связь болу үшін. Сіздер білесіздер, мысалға деген әрбір өкілдің артында мысалға міндетті түрде адамдар біздер тексеріп отырамыз. Бірақ бір өкілге жалобы түсетін болса, оны просто ауызша айта салады. Мен ана өкілге барып едім, ол маған осылай гөрбейтіп тастады деп. Жоқ, бармай-ақ қойыңыз. Просто WhatsApp-пен сұрақ жазыңыз. Зачем ұрсып, да? Просто WhatsApp-пен сұрақ жазыңыз. Сол сұраққа
міндетті түрде жаңағы аудио немесе жазбаша түрде жауабын алыңыз да соны сохранить етіп қойыңыз. Ұнамаса мұнда колл-центр арқылы, жаңағы колл-центр біздерде қазір жақсы жұмыс істеп жатыр, колл-центр арқылы ол маған жетеді міндетті түрде, біздер оны осылай прямой эфирде де шығарып мысалға сөйлесуге болады. Сондықтан осындай нәрселер бар. 30%-дың ақпараттан өкіліңізден алуға болады. Оларда да міндетті түрде сізге міндетті, яғни сізге жауап беруге. Ал иншалла жақсылықта кездесейік. Осымен бүгінгі эфирімізді аяқтайық. Ассаламу алейкум рахматуллах.